жалпы ажырасу мәселесі бұл негізі жалпы жақсы амалдардан емес. Хадисте келеді, Алла тағаланың ең жаман көретін нәрсесі адал нәрселерден бұл талақ дейді да. Дінімізде келетін болсақ, пайғамбарымыз хадисінде келеді, Құран аяттарында келеді, уашируна бил ма'руф, әйелдеріңізбен жақсы қарым-қатынаста болыңыздар, ұнатпасаңыздар дейді да. Мысалы үшін үйленіп алады да, үйленіп алғаннан кейін, о мінезі мынандай екен, анау андай екен, мұрны пұшық екен, құлағы қалқан құлақ екен деп айтатындар бар да. Былай қарап тұрсаң, сен үйленбес алдың, білдің ғой соның бәрін. Ұнатып алдың ғой сен. Ар жаққа сен сонымен өмір сүр. Өйткені Алла Тағала Құранда уәде беріп жатыр да, сен жаман көрсең де бірге өмір сүр. Сен ұнатпаған нәрседе Алла Субханаху ва Тағала саған көптеген жақсылықтар беріп қояды дейді. Былай айтқан уақытта отбасын сақтап қалу көптеген жақсылықтар бар да. Сол үшін адам отбасы құндылығына қатты көңіл бөлу керек. Мысалы, пайғамбарымыздың хадисінде келеді, осыған бір қысқаша тоқталып кететін мәселе, егер азамат әйелін жаман көрмесін дейді. Жақсы жағы бар ғой, жақсы жағына қарасын дейді. Қараңыздар. Бұл деген нәрсе, сен үйленердің алдын жақсы жағына қарадың ғой сен оны. Сол нәрсе отбасы құрғаннан кейін қарап қалу керек та. Жақсы жағына қара, жаман жағын тәрбиеле. Қазақ айтады, әйелді бастан, баланы жастан дейді. Тәрбиең, өйткені ол әйелді саған үйленбей жатып, басқа отбасында өмір сүрді ғой. Ол отбасының тәрбиесі бөлек болды ғой. Сенің тәрбиең бөлек, оның тәрбиесі бөлек. Екеуі бір-біріне ұқсамауы мүмкін. Сол сен аманат қылып алдың ба, үйіңе келгеннен кейін барынша өзің тәрбиеңе тәрбиеле. Ол көнеді. Алғашында көнеді. Бірақ жаңағыдай өсіп кеткеннен көнбеуі мүмкін ол. Сол үшін барынша осы мәселеге қатты көңіл бөлу керек. Ал енді ажырасуға келетін болсақ, ажырасу, құрметті ағайын, бағана айтқандай, Алланың ең жаман көретін адал амалдарының бірі ғой. Ажырасқан кезде ең бірінші зиян кімге тиеді? Ең бірінші зиян бұл перзентке тиеді. Ортадағы бала толыққанды бола алмай қалуы әбден мүмкін. Кейде ойлайды ғой әйел кісілер, мен бұл баламды күйеуімсіз ақ асырап аламын, жұмыс істеймін, табамын, көресің әлі, сен былай айтқанда істей алмаған істі мен істеймін деп ойлайсың ғой. Бірақ бір мәселе, қартайған кезінде сол бала саған сол қызмет жасай ма? Сен сол бала, мысалы толыққанды отбасында болмаған бала өскен уақытта әкесінің қолында қалсын, немесе анасының қолында қалсын, бұл жерде балаға тәрбие беру сәл әлсіреп кетеді. Неге деген уақытта, мысалы сен оның көңіліне қарайсың ғой. Анасына кетіп қалады, қаласа кім кетіп қалады? Әкесіне. Әкесіне кетіп қалады ғой. Сол үшін бұл жерде баланың тәрбиесіне де, баланың психологиясына да бұның әсері бар да. Және де ажырасудың елі зайыптыларға да келер әсері бар да. Сол үшін барынша Алла Субханаху ва Тағала бізді бірінен кейін ескертті ма, дініміз бірінен кейін қатты құптаған жоқ па, онда біз үшін жамандық бар. Сол үшін шариғаттың құптаған дүниелері отбасын сақтап қалуға дайын. Сол үшін барынша отбасын сақтап қалуға тырысайық. Ажырасудың зияны өте көп. Әрине, кейін айта аласың, кейбірін айта алмайсың.